Ал ендеше 2-ні 0,1-ге бөліп көрейік. Әдеттегідей видеоны тоқтатып, өзіңіз есептеп көріңіз. Ал ендеше бірге жалғастырайық. Бұл есепті шығару үшін біз бірнеше тәсілдерді қолдансақ болады. Солардың бірі, осы жердегі барлық санды біз ондық үлес бойынша жазып алсақ болады. Ондық үлес дегеніміз ол ондық бөлшектердің разрядына жатады. Яғни ол ондық бөлшек түріндегі сандардың бөлшек бөлігі разрядтарының бір тобы болып саналады. Ал ендеше 2 бүтінді ондық үлес түрінде жазайық. 2 саны ол бізде бірлік болып саналады, ал 1 бірлік ол бізде 10 ондық үлеске тең. Осылайша 2 бірлік ол бізде 20 ондық үлесіне тең. Және біз осыны 0,1-ге бөлеміз, ал 0,1 дегеніміз ол бізде 1 ондық үлеске тең. Осылайша 20 ондық үлесті 1 ондық үлеске бөлгенде қанша бірдей бөлік пайда болады деген сұраққа жауап берсек, жауабымыз 20 бірдей бөлікке тең болады. Осылайша 2-ні 0,1-ге бөлсек, ол бізде 20-ға тең екен. Осы есепті шығарудың тағы бір тәсілі, ол осы жердегі ондық бөлшекті қарапайым бөлшек түрінде жазып алу. Яғни 2 бөлінген 10-нан 1 деп. Осылайша бөлу амалы кезінде біздің бөлгіш кері айналып, ол бізде көбейтуге айналып кетеді екен. Сол кезде бізде 2 көбейтілген 10, ал бұл дегеніміз бізде 20-ға тең. Көріп тұрғаныңыздай, 2 түрлі тәсілмен шығарған кезде жауаптарымыз бірдей болды. Ал ендеше келесі есебімізді қарастырайық. Айталық, біздің мақсатымыз 6-ны 0,1-ге бөлу. Ал ендеше видеоны тоқтата тұрып, арғарай өзіңіз есептеп көріңіз. Сонымен 6 бүтін дегеніміз ол нешеге тең екен? Я, дұрыс, ол бізде 60 ондық үлеске тең. Және біз осыны 0,1, яғни 1 ондық үлеске бөлеміз. Осылайша біз қандай да бір заттың 60-ын бір бөлікте біреуден болатындай етіп бөлсек, қанша бірдей бөлік болады деген сұраққа жауап берсек, жауабымыз бізде 60 болады екен. Менің ойымша, өзіңізде қандай да бір заңдылықты байқап отырған шығарсыз. Біз 0,1-ге бөлгенде, яғни 1 ондық үлеске бөлгенде, біз санды 10-ға көбейтіп жатырмыз. Яғни алдыңғы есептегідей біз 6 бөлінген 0,1-ді 6 бөлінген 10-1 деп бөлшек түрінде жазып алсақ болады. Ал осы дегеніміз бізде 6 көбейтілген 10. Және жауап бізде 60 болады екен. Осылайша қорытындылай келсек, біз санды 0,1-ге бөлсек, біз сол санды 10-ға көбейтіп есептесек болады екен. Ендігі қарастыратын есебіміз 7-ні 0,100-ге бөлгенде неше болатынын есептеу. Яғни біз 7-ні 100-дік үлестер разряд бірлігіне бөлеміз. Ал ендеше видеоны тоқтатып, өзіңіз есептеп көріңіз. Сонымен бұл есепті шығару үшін біз 100-дік үлестер бойынша қарастырамыз. Яғни 7 бүтін дегеніміз ол бізде 700 100-дік үлесіне тең. Және біз осыны 0,1-ге бөлеміз, ал 0,1 ол бізде 1 100-дік үлес разряд бірлігі болып саналады. Осылайша, қандай да бір заттың 700-ін әр бөлікте 1 болатындай етіп бөлгенде бізде 700 бірдей бөлік пайда болады екен. Сонымен санды 0,100-ге бөлу дегеніміз ол сол санды 100-ге көбейткенге тең екен. Алдыңғы шығарған есептеріміздегідей, сіз осыны бөлшек түрінде жазсаңыз болады, яғни 7 бөлінген 100-ден 1. Ал бұл дегеніміз 7 көбейтілген 100. Және жауап бізде 700 болады екен. Сонымен қорытындылай келсек, санды 0,1-ге бөлу дегеніміз ол сол санды 10-ға көбейткенге тең. Ал санды 0,100-ге бөлу ол сол санды 100-ге көбейткенге тең болады екен.